Ұзақ мерзімді терапия дегенді сіздерге түсіндіріп кетейін. Ол қанша терапия және оның қандай нәтижесі бар. Сол жайында бүгін тыңдаңыздар. Естеріңізде болатын болса, мен сіздермен бір историямен бөліскен болатынмын. Өкпе ренішке толып қалған, сонша қорқыныштары бар, өмірге ренжулі. Сол адамның сол өкпе реніш осындай блоктардың әсерінен саусақтары майыса бастаған, полиартрит. Дәрілер ішеді, ешқандай ем жоқ, психикасымен жұмыс жасаған кезде ол адам сол ауруынан айықты. Көрдіңіздер ма, бұл адамның осындай өкпе реніштері, қорқыныштары психикаға өте күшті әсер етеді. Әртүрлі психосоматикалық ауруларға алып келеді. Бұл тек қана полиартрит емес, өзіңіздегі кейбір аурулардың себебі де осының нәтижесі. Тек қана дәрі ішу емес, бұл жерде психикамен жұмыс жасау өте маңызды. Сіздерге ғылыми дәлелденген бір фактты айтып берейін. Адамның өмірінде өкпе реніші көп, қорқынышы, айналасындағы адамдарға көңілі толмаған кезде, өмірге ренжулі, тағы басқа негативті ойлар болған кезде, бұның бәрі адамда еркін энергия ағымына кедергі келтіреді. Олардың бәрі сіздің өкпе ренішіңіз болсын, қорқынышыңыз болсын, денеңізде блоктар түзейді. Ол сол еркін энергия ағымын кедергі болып, сол жерде бір тоқырау болады, застой болады. Бұның бәрі сол жерлерде, әрбір жерлеріңізде, белгілі бір органдарыңызда әртүрлі психосоматикалық аурулардың туындауына алып келеді. Ол жайында толық, егер ақпарат білгілеріңіз келсе, мына кітапты оқысаңыздар да болады. Осы жерде толық жазылған «Анатомия духа» деп аталынады. Бұл Кэролайн кітабында сіздерге толық ақпарат ала аласыздар. Сондықтан ұзақ мерзімді жұмыс жасаған кезде сіздің барлық қорқыныштарыңыз бар ма, өкпе реніштеріңіз бар ма, барлығымен толық жұмыс жасалынады. Ақшамен деген бұл жерде өте көп запростарыңыз жабылады. Жеңілдейсіз, артық салмақтың жайлап кете бастағанды көресіз. Өте жақсы нәтиже болады. Сондықтан ең кемі бұл жерде 10 терапия алыну керек. Аптасына бір рет терапия болады. И сол бір аптада сол эмоцияларды проживать етесіз. Сол эмоциялар, сол қорқыныштар, сол өкпе реніштер өзіңізден босатасыз. Аптасына бір рет жұмыс жасаймыз. Өзіңіздегі қорқыныш бар ма, өкпе реніш бар ма, басқа да запростарыңыз болсын, қарым-қатынас, енемен дұрыс емес, күйеумен дұрыс емес деген сияқты барлық запростармен жұмыс жасалынады. Сол кезде сіздің сол өкпе ренішке, қорқынышқа, немесе айналаңыздағы қарым-қатынас дұрыс емес деп сол адамдарға кеткен энергияңыз өзіңіздің денсаулығыңызға, ақша потогыңызға, өзіңіздің жалпы мақсаттарыңызға жұмсалады. Бірден өзіңіздің өміріңізде өзгерістерді көре бастайсыз. Жеңіл сезіну, босату деген сияқты сіздің өміріңізде едәуір трансформация болады. Білесіздер, менің бір проработкам 50 000 теңге тұратын. Енді тек қана осы октябрь айында тек қана бір сеанс 10 000 теңге болады. Сонда сізде, егер 5 сеанс алатын болсаңыздар, 50 000 теңге. Тек қана осы октябрь айында. Менде 2 адам жазылып қойды. Енді бір ғана адам алатын боламын. Толық ақпарат алу үшін төменге мен деп жазып кетіңіз. Ұзақ мерзімді терапияға жазылғысы келеді. Төменге мен деп жазып кетіңіздер.